Bir üyeni uңордан бүгін Жокускай коратытыкылықтағы Ольга Гольдман сүйіс сағын толды. Арыма кіржағыз сибәс салғы издела онна өркі мұстата айылғы қырыста болын салатығар өлелен бошатта сыняланға тақсаны білген оғыларын қос-қос сенлеріні үйрілерінен олырыр. Арыма кіржаға хақытта бейі корреспондент Екатерина Амосова тәрәбі күйінен бір бастықынан әғірләді. Ақтыбыны қағырыр қалланы Олоққа истин таптал кыржар сааскы беремекке ылламырга жерер. Лоп курдук түгөрүк сүйсыл қалын қарын уларан Ольга Горовна бүгін ыры аргыстақ түрәбіт күнін көрсөр. Хорошо. Спасибо за поздравление. Кені 1915 сыллаққа бүлі халбақытыгар түрәбіті. Онтон үлетін бүлітеяғы поштаға телеграфисканан сағалан баран сәрі ғырсыларғар из жала министерстватын салатыгар үлелгер. Хлеб тен туақ бұрдық тені көрбаппын. Ұрыққа хапаскыра барын, орайонға барын. Хәри бұларын негер дейірі білі хапастамы сапастары. Арайса үстәден бұрдық құрушқа құта берілер. Оны бұхарбақта біле население бұхылы әлбәқ бағыта бұзы барды көндірі. Честі ғынаманы көндер хейлер. Оны ұслуғыбе барыды. Армы кыржағас айылғалын алтыстаққа, мұтығынан бірағар мұғыр үйені тосты олар оқы сөптен сүбелер. Геология управлениетігар ол кәне ихтиологынан, инспекторынан үлелесілларғар, икі тақтақ сері ғоту айбардығырын боқсон өйдетер сырдатар үлені әлбәқті ұйдара. Патрульға ден бассабыд моторынан. Ол барамы тұты бір күнердері тұтамыд. Сұрақтығын нарушителей. Оны өйдетер боллақ бітті. Маннық бұрды, бұзықпан тағыстым, хаңы бұтарелінден үйә білуінен өйді өйдәк. Білігін Ольга Горовна ұтық манығыл самай сүгіргер кейлері. Түріппіт күйхар залия бейті мей қосыбә болан күні ұя қос сенереттен тақсар. Онтон сұтырутағаты дері әбә Ольга амтаннақ ағын ағабыт олар білігін бәйлері сенерін күнділілер. Бейхақ ұлық қолы бұр. Ұлық қасырда бейдіне ұлық бәбітет поддержка ұлықын. Зарядкалыр қасырдайы. Сүйіс сыл бір үйе санатаққа ұғын толкүйдатаққа ұрақ күрдік. Олғынан баран Ольга Егоровна күрдік олыға таптыр айылға істіғінің істер болаққа ұғын үйелені жолын білер болдағын. Екатерина Мосова, Семен Афанасьев, Саха телевидениеде, Жокускай.